Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін міне эфирге келдік. Қатысушы болып, қолдауларыңызға рахмет. Жазып жатқандарды көріп жатырмын. Барлықтарыңызға рахмет, қолдап жатсыздар. Енді барлығы жақсы болып кетеді деген үміттеймін, ниеттеймін. Сондай пейілім түзу. Сондықтан барлықтарыңыздан қолдау күтемін. Қолдап жатқандарыңызға тағы да рахмет. Сосын қымбатты достар, мынандай әңгіме жүріп жатыр екен. Негізі 9 балды, максимальный балды сен алу керек едің, Нуни емес дегенше. Мысалы мен разымын ол балға. Мен Нуни не үшін 9 бал алды деген сұраққа мен өзім жауап іздеп көрдім. Ол да біріншіден еңбек, қаншама еңбек, сценарий өте жақсы жазылған, басы бар, аяғы бар. Сол үшін ең жоғарғы балды Нуниға қойғанда мен өзім разымын. Негізі мен бір 2-3 деген бал алам деп ойлап шыққан адаммын, бірақ енді бағымыз жанып кетіп 8 деген балды алдық. Мен бір өзім ғана шығып солай деттім. Ол жерде Нунидікінде қаншама реквизит болды, қаншама адам болды, қаншама еңбек болды. Сол үшін мен де өзім Қазылар Алқасының құрамында болатын болсам, салыстырмалы түрде екеуі бірдей, бірақ анадай еңбек жоғары деп мен Нуниға беретінім. Сол үшін менде ешқандай реніш жоқ. Ондай комментарийде дүрбелең қылып жазып, әңгіме қылудың қажет жоқ. Ең бастысы мен өзім разымын. Менде ешқандай ренішім жоқ. Ағайындар, Нуни лайықты болды. Дейдік қоясын, студияға келдік ағайындар, қосылайық. 14.30-да Евразия арнасы қосылып болсын. Бүгін сұрақ жауап. Бүгінде енді бір жоғарғы балдардың бірін алып, орынға таласатын адам құсап кеп қалу керек болып тұр ше. Қалай ойлайсыздар, мына Ханзадалықта жалпы спорт бар, білім бар, тағы бір-екі сайыстар бар, біз білмейтін. Жалпы орынға айналатын сияқтымын ба мен? Екеуміз неге сонша махаббатқа бөтенбіз, жүрегімнің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз, махаббатты кінәлаймыз екеуміз. Көк аспан, ырғасыма бақта сорда таласқан, сынығайдың зәулесіндей үмітпен, тағдырым адасқан, сынығайдың зәулесіндей үмітпен, тағдырымды іздеп жүрмін адасқан. Екеуміз неге сонша махаббатқа бөтенбіз, жүрегімнің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Не болып жатыр мұнда? Не болып жатыр? Білмеймін, тоғыспай, білмеймін, тағдырлар енді тоғыспады ма, бір сырттан естеттеймін да. Қимай жатыр бір. Достар, бізде эфир бітті. Эфир бітті. Сол бір-екі менен бітіреміз. Мен көшенайым бүгін. Әдемі болып тұр, қараңыздаршы. Осындай маракеш браун цвет. Өте керемет. Біз өзіміз сәл енді беріп боламыз бар енді. Қазір бір күннен күнге көшенайым бір қуантқан келе береді. Неге мысалға? Өте керемет, бір білмеймін. Бұрынғыдан қарағанда сезімдеріміз шыңдалып жатқан сияқты. Аллаға шүкір. Қазір бір-екі жерге барамыз. Вот. Орысша, что это все происходит с тобой, и это нормально деген сияқты себебімен енді комфортта жүріп үйреніп қалған, маған ары-бері жүру, тұру, біреудің сөзін қабылдау дейтін, ондай нәрселерді мен қатты қабылдай бермеймін өзіме. Және де шыдай бермеймін. Сол маған сондай бір, қалай айтсам болады, ойлар келді, все уж қабылда деген сияқты. Сондай, сіздерде болады ма сондай негізі? Мен ойлаймын, барлық адамда болады деп. Ал достар, бүгінгі эфирді жіберіп алмаңыздар, 14.30-да көріңіздер. Менің бүгінгі шашым, макияжым, образым осындай. Бүгін ұйқымнан тұра салысымен ойыма неше түрлі, сан түрлі, мың түрлі ойлар келді. Өзімнің ойымнан өзім шаршап кеттім, шыны керекші. И осы студияға келер жолда тоқтадым да өз-өзіме айттым: Аделя, все, хватит думать, накручивать, выдумывать. Кейде болады ғой, миыңнан сенің еш нәрсе кетпей қояды. Кәдімгідей ойлар бірінің артынан бірін келе береді. Сол ойлардан өзің шаршап кетесің кейде. Бірақ қазір барлығы жақсы, тұрақталды. Андай менде, андай вайб, қалай айтсам болады, андай кезеңдер келіп жатыр. Все уже смирилась дейтінші.
смирение, все уж көну керек, что осылай болып жатыр, осылай сенімен осындай күндер өтіліп жатыр. Қазақша айта алмаймын дұрыс, орысша, что это. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Эфир бітті. Енді үшінші сұраққа жауап бере алмай қалдым енді, шыны керек. Ол тоқым қағар деген сөзді білмейді екенмін, мойындаймын. Бірақ алда әлі сайыстар, әлі алда, сондықтан айырамыз. Енді солай болып тұрау енді. Спортты енді өзімізде енді. Бұлшықетіміз жыртылғанша ертең енді тырысамыз енді. Жігітпіз ертең намыс жібермейді ертең айда енді. Ертең ойқой болайын деп тұр енді. Сондықтан қолдаңыздар. Бізге қолдау керек. Сондықтан қолдаңыздар, біз жеңіске жетеміз. Бүгін қалайсыздар? Ең біріншіден барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бізді қолдап жатқан жандарға. Негізі білмеймін, дұрыс болды ма, бұрыс болды ма группаны ашқанымыз. Қырылып жатқан адамдар көп екен, шығар деп жатқан адам көп екен, білмеймін, енді қараймыз, мүмкін ол группаны даже удалить етіп тастайтын шығармыз. Қолдап жатсаңыздар, бізге осы қолдаудың өзі дауыс беріп жатсаңыздар жеткілікті деп ойлаймын. Так, үлкен рахмет. Шын ниетпен күшті кеше көрініс көрсетті деген сияқты жазып жатсыздар. Рахмет үлкен. Бәрін оқып жатырмыз. Нұржан да бәрін оқып жатыр. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Қалайсыздар, жақсылар ма? Күндеріңіз сәттілікке, берекеге толы болсын. Алдынан бері 3-4 күн Instagram желісінде сториста жалпы болған жоқпыз. Оның белгілі бір себептері бар. Жұмыстарымызды барлығын реттеп, қағаз бетіне түсіріп, мәселелеріміздің барлығын шешіп алдық. Аллаға сан шүкір, барлығы жақсы, орнымен жүріп жатқан жайы бар. Сол күндеріңіз сәттілікке, берекеге толы болсын деп айтты.